Анаңызға сіз жақсы көргеніңіздің жақсы перзенті болыңыз, қолын сүйіңіз, анаңызды қыдыртыңыз, жақсы сөздерді айтыңыз. Мен бір кейбір аналарды көрем, жүздеріне нұр тамады. Балалары алақанына салған аналарды көрген кезде нұр тамады. Мен сіздерге айтып едім, айтпап пен бір атақты бір үлкен кісі келді бір күні кабинетіме. Мешітте отырсам, келді, есікті жап деді маған. Ойбай, не болды, тыныштық маған? Құлта есікті деді. Құлтана ма деді? Құлтанады дедім, үстінен құлтады. Содан кейін мынандай көйлегін шешті. Аға, тыныштық па, не болды деп түсінен тоқта отыр деді. Мынаның бәрін шешті. Сөйтсем, денесін кәдімгі сау орын жоқ. Көгала қойдай өзі арық мынандай кісі бытшытын шығарып тастаған. Мына денеден төмен қарай белге дейін көрдім, аяғым бәрі осындай деді. Аға, тыныштық па, не болды? Құладың ба, авария болды ма? Жоқ деді. Балам ұрып тастады мені деді. Балам мені ұрып тастады деді. Мас па, баласын да танимын. Балаң ұрдым, мас па не десем? Жоқ дейді, сау дейді. Не үшін сен? Келінге сөйлеп едім, мені ұрып тастады дейді. 82-дегі шал. Қараңыз, ұрып тастады деді. Отырып жылағанда әрең өзімді ұстап, мен де өзім көз жасым тия алмадым. Не істедім, айтшы деді. Не үшін оқыттым мен бұны деді. Не үшін адам қылдым мен бұны деді. Бесіктің ішіне өлтіре салатын едім ғой, мен бұны мұндай екен білгенде қажекем ау деп құшақтап тұрып жылайды. Әрең өзін тоқтатты. Менің келген себебім, бүгін түнде мен өлем деді. Мен асылып өлем балам деді. Мен бұлай өмір сүре алмаймын деді. Мен бұлай үйге барамайым, қазір үйге барамда түнде асылып өлем деді. Ертең жаназаға келген кезде мен жаназамды оқымай қойма балам. Мен бұлай өмір әрең айналдырдым. Аға, қой деп жібердім. Түн таңға хабар келді. Өліп қалды деді. Мен бірақ білем неден өлген. Жүрегі ұстап қапты деді. Мен де енді қарадым, жуған кезде қарадым. Мойында милициялар жүрді, бәрі асылып өлді. Бизнестің бизнесі қолына ұстаған кісі. Байдың бай еді. Жекеменшік диірмені бар еді, частный елде жоқ кезде. Сол кезде айтқан бір сөз жүрегімде қапты. Бұның бұндай боларын білген кезде дейді, бесікті өлтіре салатын едім мен бұны деді. Бүйтіп бір саусақты бүйтіп қойғанымда өлетін еді деді. Болды деді. Ешкім де білмей қалатын еді, балам-ау, қайтейін осы үшін бәрін істедім ғой, көретін күнім осы ма деп жылап өлгенін көзім көріп еді ағайындар. Сондықтан ата-ананы жақсы көру, ол оған сәлем салуда емес, құшақтап сүюде емес, соның жақсы тағдайы.